Ассалаумағалейкум. Сізбен бірге Қуаныш Шонбай. Жалпы алғашқы біздің влогымыз нереально өтті бар ғой. Анау глубина просмотра, комментарийлар вообще адамның ішімен күтпегендей болды. Вроде просмотр саны мен ойлағандай болған жоқ, бірақ качестволарыңыз қатты ұнады. Сондықтан мен осы форматта кішкене жалғастырсам ба деген бір ниетім бар. Енді ютубтағы тәй қадамдарымыз ғой, сондықтан эксперименттен қорықпаймыз. Одан бөлек өткен осы алғашқы влогта мен бір керемет тест жасағам. Оған бір 2000 адамдай тесттен өтіп, 36 адам бізден 350 мың теңгелік грант ұтып алды. Енді одан бөлек бүгінгі біздің тақырыбымыз екі тақырыпқа, бизнеске байланысты екі тақырыпқа жауап береміз. Бірінші тақырып бұл ақша темасы, бизнеске ақшаны қайдан аламын, және екінші тақырып бұл идеяны қайдан табамын деген. Осы екі тақырыпқа сізге жауап беруге тырысамын. Өйткені бұл сұрақтар сізден келгеннен кейін енді мейлінше бір осындай бір махаббатпен, бір неформальный обстановкада сізге жауап бергім келді. Сондықтан біздің бекер емес влог 2 қош келдіңіз, сізге ұнайды деп ойлаймын. Мен енді осы сұраққа алдында да біздің подписчиктер қойып отырған, соны ойлағам, қалай бір әдемі жауап бердім. Бизнеске емес, жалпы өмірге жақынырақ қалай болса екен деп сөйледім. Ыбырай Алтынсариннің өте жаңағы елге танымал кел балалар оқылық деген идеясын айтып бергім келеді. Өлең оқып берейін. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық, то есть білім алу өте маңызды ғой. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, то есть алған біліміңді жасаға қолдан деп тұр ғой. Істің болар қайыры, басасаңыз алда болады, ниеттеніп деген сөз ғой. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар дейді, шамнан шырақ жағылады. То есть білмеген нәрсе, қараңғы нәрсе, осындай сияқты қараңғы нәрсе жарық болады деген сөз. И тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Вот осы жерде маңызды нәрсе де бізде енді мен ниша таңдаудың техникасы бар, там 6 методикасын беремін, мен там сервиске байланысты 3, товарный бизнеске байланысты там 3. Біреуі там ең біріншісі өзімнің ұнататын нәрсемен айналысу, екіншісі өзімнің икигай бойынша талантын тауып, сонымен ақшаға айналдыру, үшіншісі инструкция арқылы сату деген бар, табу, ол да бар. Одан кейінгі төртінші нәрсе, бізде болатын нәрсе бұл популярный жаңағы спростағы товарлар, таппай қалған товарлармен айналысып көру, ол да бір вариант. Одан кейінгі вариант жаңағы интернеттен просто список жасап, қасында адамдар қарап, қай бизнес идеяға саған жүрегің бір сезім береді, соны алу. Алтыншы тақырып, менде 5 товар стратегиясы деген бар, ол 5 товар алып, сатып тексересің. То есть бұл техника жағы да. То есть проблема жоқ. Ниша іздеудің жолдан проблема жоқ. Бірақ Ыбырай атамыз айтқандай, іздегеннің алдынан, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылады деген нәрсе. Бұл сен егер ниша табу, бір бизнес бастауға, немен айналысу деген тақырыпты тілеген болсаң, іздемей-ақ табудың бір жолы бар. Бұл бір кәсіпкер адамның қасында болу. Өйткені кәсіпкер адам уже ол рискті алып қойған. Мысалы үшін айталық, бір немен айналысатын, білмеймін, может чехолмен айналысады. Сен кір ол темаға. Көмектес. 1 жыл, может 2 жыл, может 3 жыл, оған пайда алып кел. И сен сол қызбен жүрген кезде, бір жерден өте әдемі тақырып бар. Красный океан, голубой океан деген бар. Красный океан ол конкуренция көп жер. Голубой океан спрос бар, әлі конкуренция көп емес жерлерде. Мысалы үшін сол Красный океанда, голубой океанда, мысалы үшін бізде Румиде жүрген кезде қалай болды? Ресторан деген Красный океан, елдің бәрі ресторан ашты, бірақ халал ресторан ол голубой океан еді. Сол сияқты сен бір кәсіпкердің қасында жүрсің, енді ресторанға деген темаға кірдің, ресторанда не істейді, максимум ресторан ашу деген бар. Жоқ, егер сен ресторатордың қасында жүретін болсаң, көресің, жироуловитель деген отдельный бизнес бар. Поставка ротанговый мебель деген бар, бұл отдельный бизнес. Посуда отдельный жұмыс. Химчистка тазалау ол вообще бөлек жұмыс.
интернет жаңағы ресторанның маркетингі ол отдельно вообще бөлек сала, сервис обучение ол бөлек сала, поставкалар бөлек. Мысалы Нұрбол Бекболатовтың айтты, ол ет саласы жаңағы поставкалар бөлек сала. То есть қарасаң, егер сен ресторан қарасаң, ресторан бұл үлкен бір тұтас бір бизнес болып көреді да. Ішіне кірсең, оның ішінде тонкостер көп та оның. Ол тек қана бір кезде ашылады, егер сен ол теманың ішінде болсаң. Ол темаға кірудің екі жолы бар. Біреуі бизнеспен өзің айналыссаң, қымбат жолы, риск көп жол. Екінші не бар, вариант бар. Ол сол темамен айналып жүрген кісінің қасына бару. Сен қаласың да қаламасаң сол бизнеске ағылшынша involved дейді, араласасың. Сонысы кайф қандай. Сондықтан да Ыбырай атамыз айтқандай, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылады деген әңгіме болу үшін сен кәсіпкерге пайдалы болған кезде кәсіпкер сен өз қасына алып жүреді. Сен пайдаң көп болған сайын ол өз сырын айта бастайды. Сондықтан да мен вообще айтамын, бұл стратегия ең арзан, ең жүзеге асыруға оңай, көп ақша талап етпейтін нәрсе. Сол бір бизнеспен айналып жүрген адамның қасында жүру. Обязательно ол барып бір модный, Инстаграм парақшасы активный, жеке бренді дамыған, популярный адам болу шарт емес. Кез келген, мысалы үшін мен Таразда жүрген кезде Қанат деген ағамыз болды өзімізге. Бір жағынан да мамам екеуінің елі бір ел да. Арғын кісі. Сол кісіге ағалап, нағашылап барып кірдім, ол кісі бизнеспен айналысатын. Стройка. Ол кісі құбыр татады, тек қана. Техникалары бар, бәрі бар. Сол кісінің қасына жүрген кезде көбінесе көрдім мен. Оказывается, немен болу керек екен. Сосын сол құрылыспен айналысуға болады екен деп, сол кісінің қасына жүріп, мен құрылыспен айналысуға болатын. Ол оказывается лицензия керек екен, бір компания сатып алдым. То есть, айтайын деген нәрсе, бір кәсіпкердің қасына барып жүру. Енді мен өзім осы инвесторлармен жұмыс істеген кездегі тәжірибем бойынша бұл былайша айтқан кезде енді екі адамның бірігуі ғой. Екі адам қашан бірігеді? Қашан бірігеді? Өйткені екеуінің мақсаттары бір болған кезде деп бағана айттық. Ендігі мақсат біздің әңгімеміз мынау. Инвестор саған ақша берген кезде немесе ақшалы инвестиция туралы сөйлесіп отырмыз, бұл жерде айтып жатырмыз. Болмаса бір уақытыңды бір нәрсеге жұмсаған кезде мақсатың сен бір мақсатың көбейту. Мысалы үшін ақшаны сен салсаң, инвестор саған берсе, ол ақшаны көбейту мақсатында береді. Мысалы үшін сен қазір мен мысалы үшін бір керемет сабақ алып жатырмын, планированияға байланысты. Менің қазір уақытым жұмсадым, ақшаны жұмсадым, мақсатым осы менің жоспарлау қабілетімді көбейту. Енді алыстан әкеліп отырмын, білемін, бірақ тонкость түсінгенін қалаймын да, инвестор саған ақша беру үшін сен оның ақшасын көбейтетінді дәлелдеу керексің. Немесе ол адам сену керек. Кейде харизмамен, кейде бір әдемі сөзбен оны алуға болады. Бірақ көбінесе оны іспен дәлелдеген оңай да. Енді сен инвестордың ақшасын көбейтіп берем деген ниетпен, уәдемен, даже сол идеямен баратын болсаң, ол сұрайды. Қалай көбейтесің деген сияқты. Енді бизнесмен ретінде инвестицияны көбінесе бұл сауда сатқан товармен сол товарды өндіргенің немесе сатып алған бағаның арасындағы разницаны аласың, маржадан бересің. Сондықтан да бұл енді сенің сату қабілетіңе байланысты. Егер сен сата алмайтын болсаң, онда саған ақша келмейді. Көп адамдар былай қате түсінеді. Менде де ол болған ол қателік. Мен Румидің басында жасағам сол қателікті. Типа мен мықты бір өнім жасасам, ақша келеді деп ойлайды. Сонда маған Артемнің айтқаны, Қуаныш, ты сильно ошибаешься, орысша айтады да. Посмотри, iPhone, это же самый лучший телефон, дейді да. Ну ладно, да, есть. Они говорят, да. А они на маркетинг, то есть на продажу, продвижение тратят самую большую сумму, дейді. То есть iPhone өзі әдемі продукт болғанмен, еще оны әдемі презентовать етеді, оны сатады. То есть инвестиция тартып ақшаны қайтарып бермек ниетің болса, онда сол ақшаны алып, сен көбейту керек үшін, көбейту бір нәрсе болады, сен ол товарды сата алатын болсаң, ол өнім сата алатын болсаң. Товар жасау қазір арзан, қазір қиын емес. Мысалы үшін бір товар табасың, болды, проблема жоқ. Мысалы үшін айтылып бір курс жасап жатсаң, курс дейсің да, максимум бір айдың ішінде бір курс бітіріп шығуға болады. Мысалы үшін ағылшын тілінің курсы ма, түрік тілінің курсы ма, бір айда оның
структурасы, оның там тақырыптары белгілі болады. Бірақ оны еще упаковать етіп, еще оны сату, вот ақша сол жерде жатыр да. Сондықтан да мен ойлаймын, негізі ең мықты инвестор бұл клиент. Қара, ақша береді саған, бизнесіне доля сұрамайды, еще бизнесін туралы ақыл айтып береді. Мынаны қате, мынаны жөнде депші. То есть ең мықты инвестор бұл клиент. Сондықтан мен ойлаймын, егер инвестор тарту үшін сен, значит, авторитетің, сенің, значит, бір абыройың, значит, кейстерің болу керек болатын болса, онда продажаға күш салу керек. Сатуды үйрену керек та. Сатуды үйрену керек. Егер сен бір тауарды алып сатуға ақшаң жетпейтін болса, онда қызмет көрсетіп ақша тап. Егер сен қызмет көрсетемейтін болса, онда қызмет көрсетуді үйрен. Қарапайым мысал айтайын. Бір бала бар, бізде осы интернет маркетинг курсында оқыды да. Өзі газель дейді. Газель дейді өзі. Сөйтті газель айдап жүрген, сосын барып енді шаршаған, келіп интернет маркетингті оқыды, алдыңғы біздің басқа курстарда интернет маркетингті оқыды. Сайт жасау, жаңағы продвижение, OLX-қа реклама жасауды үйреніп алды да. Қазір енді реклама деген көп қой, енді үлгермейді ол заказға. Қасындағы адамдарға уже заказдарды береді да. Уже қазір қателеспесем, уже газель қойды анау. Чисто заказ алып, заказ береді, и ана балаға уже қасын бір балаға өз машинасын беріп қойған. Анау қып-қызыл уже қазір кәсіпкер. Неге? Өйткені ол газель услугасын сатуды үйренді. Бұл 2+2, 4 деген сияқты әңгіме да. Сондықтан да сату қабілетіңізді егер сіз басқа незер болады ғой, айтайыншы, money making дейді ғой, ақша жасаушы. Ақша жасау қабілетіңіз болатын болса, онда бәрі келеді. Бізде мысалы үшін қазір 279 адам тұр, 5 миллион теңгеден бізге инвестиция жасауға. Мысалы бір жоба болатын болса, 5 миллион теңге берейік, почти миллиард теңге бізге қазір елде беруге дайын ғой. Неге? Өйткені біз ол ақшаны жоқ қылып жібермейтінімізді біледі да. Сондықтан да мен ойлаймын, қайтадан айналып бәрі бір нәрсеге келеді. Бұл сату өнеріңізді дамытсаңыз, товар алып сатсаңыз, өздері келеді доляға. Ең негізі бар ғой, бизнестегі ең ауыр күндер вообще в целом. Кейде болады, не істеп жүргенін білмей қаласың да, сондай ең күндер сондай деп ойлаймын. Андай бір сауда болмай жатады, болмаса бір қарыз, ақша, кассовый разрыв деген ғой, ол ладно, енді ол өмірдің проблема жоқ та, ол өмірдің несі ғой, қарым ашқан сияқты ғой енді. Бірақ ең жаман нәрсе, сен планың болмаған кезде, не істейтінін білмей қалған кезде ше. Андай бір вообще болады, план жоқ, не істеп жүрген бұл жерде минус кезде болатын әңгіме. Қардан қала құтылым, кассовый разрывтан қала құтылым, есімде мен кассовый разрыв болған менде. Вообще, ол проблема мен білімсіздігімнен болды да ол проблема. Енді басқа тағы да бар. Жүресің, и там бизнесте смысл етіп қалады вообще. Жаңағы қиын күндер вообще. Не болып отыр деп ойлайсың. Сол моменттерде негізі былай адамдарда демей қойын, білмеймін болған, бірақ менде ең ауыр сондай күндер. Енді мен оған антидот таптым. Мынандай антидот. Біз не үшін қорқамыз бір әрекет жасағанға, өйткені біз оған қате болмағанын қалаймыз ғой. То есть бір әрекет дұрыс әрекет болған екен, или қате әрекет болған екен, и сондықтан біз қорқамыз. Істеп отқан, а вдруг қате. Енді адам көріп қате нәрсеге бармайды ғой. Сонымен түсінген нәрсем, бір әрекеттің қате немесе дұрыс екенін айталық. Мысалы, кітап шығарып отырсың, продажаға кеттің. Бұл әрекет қате ма, дұрыс әрекет па? Білмейсің да, қайдан білесің? Кейін нәтижесі көрген кезде, егер өзін ақтап, бәрі әдемі болатын болса, онда значит әрекетін дұрыс болған. Егер ақтамаса, онда значит әрекетін қате болған. Бір сделкаға кіріп жатсың, бір бизнес бастап жатсың. Обучениеге барайын деп жатсың, разница жоқ ешқандай. Сондықтан бұл жердегі мықты нәрсе, мен түсінген нәрсе, вообще әрекет жасағанда бұл критерияны қоймау керек та. Мына критерия маған әрекет дұрыс па, қате ма деген. Өте қате, потому что ешкім білмейді. Тек қана нәтижесінде ғана біледі да. Өткеннен кейін айттым ғой саған деп айтып шығады да кейінше. Ол задним числом бәрі ақылды ғой. Дұрыс нәрсе, но деп мен түсіндім өзіме. Қазір мынау жасауым керек әрекет мен нәтижеме апаруға шарт па, шарт емес па? То есть, например, айталық,
сен айталық, мысалы үшін интернет маркетинг, мысалы бұл тақырып сол болып отырады айтайық. Интернет маркетинг деген тақырып бизнес, сен бизнесіңе көмектесе ме, көмектеспей ме, или болмаса интернет маркетолог арқылы мамандық арқылы сен ақша таба аласың ба, таба алмайсың ба деген сұрақ туындады. Енді мынау курсқа барайын ба, бармайын ба, дилемма, иә? Егер сен курсқа барып, нәтижесінде там 1 миллион, 1,5 миллион теңге тапсаң, значит сен красавчик, әрекетің дұрыс болған. Онда любой дурак барады ғой, иә? Егер барып ақша таппай қалатын болсаң, онда қате, значит, сен алданып қалдың, типа. Енді сөйтіп ойлайды елдер. Ал мынау интернет маркетинг қазір заманда керек па, керек емес па? Керек. Болашақ па, болашақ. Шарт па, шарт. Значит, менің интернет маркетингті білуім шарт, иә? Мен жасауым керек бұны шы. Нәтижесіне қарамай, потому что дұрыс бұрыс деген қазір қойатын сұрақ емес, ол соңында қойатын сұрақ. Басында қойатын сұрақ. Мен мынау нәтиже алу үшін керек па, өлмеу үшін сол үшін керек па, керек жоқ па? Үшін керек, все, ойламай мен ішемін бұл суды. Әрекетменен берекет алады деген очерден туындайды. Негізі біз өзіміз көп теориясы айтамыз да, фактісін білмейміз ғой. Сондықтан да мен қазір жасағанда былай ойлаймын. Мысалы үшін кассовый разрыв болып жатыр. Так, окей. Енді мен қандай дұрыс әрекет жасауым керек, немесе қандай қателік жасауым керек деп ойламаймын мен. Былай ойлаймын. Так, кассовый разрывтан құтылу үшін не істеу керек? Так, штат сокращать ету керек, фин модель керек, жаңағы қаржылық денежный потоктарды білуім керек. Мен осылай мәні жасаймын. Осы нәтижесінде мен кассовый разрыв жауабым мүмкін, жаппауым мүмкін, бөлек әңгіме. Бірақ менің осы кассовый разрывтан шығу үшін мынау нәрселерді жасауым шарт та меніңше. Жасаймын болды. Дұрыс болса да, бұрыс болмаса да жасаймын. Потому что шарт жасау үшін. Все. Бірақ жаңағында кейін бөлек блоктар айтамыз, типа андай жақсы состояние жасау керек та. Расслабленный, көтеріңкі көңіл күйде. Вроде парадокс вроде қарасаң. Парадокс. Түріктердің бір жақсы жері, түріктерде бар. Ана шырақ деген сөз бар да, бізде шырақшы дейді ғой, біз ана ненің басына барсаң бір Түркістанға, Әшебеге барсаң шырақшы тұрады ғой. Түрік тіліндегі шырақшы деген нәрсе, шырақ деген нәрсе. Бұл бір профессионал адамның немесе бір мастердің қасында жүретін несі оқушысы. Шәкірті сонышы. Сондықтан да біз осында бір кәсіпкердің қасында болу арқылы, кәсіпкерге пайдалы болу арқылы біз көп нишаларды тауып аламыз. Қаласақ та, мысалы үшін массаж деген бір тема болатын болса, массаждың жаңағы анау не бар астында одноразовый есі бар, қазір төсеп жүр ғой. Ол да бөлек бизнес, ол да поставка үлкен, может производствосы бар шығар, білмейсің да. Оның майлары, оның кушеткалары деген отдельный бизнес, массаждың кушетка алып баршы. Оны спокойно көре алмайсың деші. Ол бизнес ішіне шәле терең кірген кезде ана біз Балқашқа барамыз, Балқашқа барған кезде судың бетіне қарасаң балық жоқ та. Судың бетіне сәл кірсең, балықтар жүреді ішінде. Сен сәл темаға кіру керек та. Ал айттым, темаға кіру екі жол бар. Өзің кіресің, рисктеріңді алып, ақшаңды рисковать ет. Мысалы үшін ресторан келеді, кейбір кісілер ресторан ашқың келеді, қуанышаға дейді. Не үшін десе, осы ресторан бизнесінің көргің келеді дейді. Ақшаң бар ма десем, бар. Айтамын, скорее всего жүрмейді. Скорее всего ақшаңды жоғалтасың. Окей, менде маған болса опыт болады. Бұл адам окей, осознанный, бұл адамға проблема жоқ. Бірақ егер сен ақшаң қатты көп емес болатын болса, бұл темамен кіріп қажет жоқ. Спокойно, там, вот видео темасына кіресің ба, бір жақсы видеографтың қасына барып тұр. Сен үшін бір видео болатын болса, көресің, оказывается, сукач деген болады екен, оказывается, свет қоятын адам болады екен. Может, светтің поставкасын білесің, қайдан білесің? Оказывается, там, дрон деген тема бар екен. Ол теманың ішіне кірген кезде ғана болады да. А біз ана судың бетін қарап тұрып, судың астындағы балықты көргіміз келеді. Ондай да бар. Мен неде көргенмін оны? Таиландта болады, әдемі. Но бірақ біздің нарық ондай пока прозрачный емес та, өйткені статистика жоқ. Ондай бір вариант бар. Ол статистика болса, мемлекет ашып беріп отырса, онда Америкада сияқты болса, онда проблема жоқ. А сондықтан да біздің су кішкене сәл тұнық емес болғаннан кейін, соның ішіне кіру керек темаға. Сондықтан да бір кәсіпкердің қасына қалай барасың? Мен ойым, мен сөйтіп істейтін едім. Біз қалай кәсіптің қасына барасың? Сен темалар ашыла бастайды. Мен айтып мен мысалы үшін Артем Овечкинге айта береміз, енді жақсы көретін ағамыз. Иә? Бірақ сол кісінің қасына жүрдім, араластым. Енді ол Москвада болғаннан кейін бизнес бірге жасай алмадық. Енді бастап жатырмыз бірге. Бірақ сол кісінің қасына жүрген кезде маған инфобизнес саласы бөлек қырмен ашылды. Оған дейін мен мұғалімдік ұстаздық жұмысымен айналысып жүргем, бірақ именно инфобизнес саласын сол кісінің қасына жүрген кезде көрдім мен. Өздіп айтады. Сондықтан да егер жақсы дұрыс адаммен, дұрыс кәсіпкермен араласып, ниетін таза болып көмектесетін болатын болса, онда мысалы ол адам сырын айтады. Енді сұрақ, қалай көмектесесің ол кәсіпкерге? Кәсіпкер не үшін кәсіп бастайды? Ақша табу үшін ғой соның. Сен қашан ол сені жақсы көреді? Может быть, құдасы, может быть, там бір врачкасы болсаң, болатын жақсы көретін шығар.
бірақ егер сен оған ақша табуға, то есть егер кәсіпкердің, мысалы бір адамға сен жолда Тараздан Алматыдан Таразға кетіп бара жатсың деп айталық мысалы үшін. Тараздан Алматыға кетіп бара жатсың, қай машина саған дос болады, ол Таразға барып, жол мақсатың бір болса. Енді ол кәсіпкердің мақсаты ақша табу болатын болса, сен оған келіп мына жерде басқа бір тема айтатын болсаң, кәсіпкер ұнамай қалуы мүмкін, мысалы жоғыншы. Жеке бренд туралы, білімнің төмен деп айтса, кәсіпкер жын келуі мүмкін ол. Бірақ кәсіпкер ақша табғысы келетін кәсіпкерге ақша табуға көмектессең, ол сені жақсы көреді. Сондықтан да ең жақсы нәрсе бұл жерде опять же қайтадан айналып келеді. Бұл егер сен мысалы үшін маркетингін жақсы білетін болсаң, қазір интернет маркетингте көп адам қиналып жатыр. Интернет маркетинг арқылы кіріп сен қасында жүретін болсаң, анау адам сені қаласа да қаламаса сүйрейді, жақсы көреді. И сен заодно ақша да алу мүмкінсің, айлығыңды алып, и бір жағынан да ол кісіні қыр-сырымен білесің. Бұл жерде барып, бұл жерде подвох, мына ең жаман нәрсе, өзі исламда да бар ғой, ниет амалдың басы. Барып үйреніп алып кетіп қалайын деп айтатын болсаң, онда ол ниет сезіледі. Сен мақсатың шын ана барып, ана аға қызмет жасап, сол ағаға көмектесіп, заодно ақшасын алып, может тойларда отырасың, может неде отырасың, әр тема арқылы бір әр адаммен. Сол кезде иншалла ана адамды өзінің жақсы ниетке жақсы амал болады деп ойлаймын мен өзім. Ал Әлия ханым, өткенде маған айту бойынша елдер жақсы нәтиже алып дейді өткен апта. Иә, дұрыс. Жалпы сіз өзіңіз туралы айтыңызшы, бұл қалай келдіңіз бұл темаға? Мен негізі өзім басқа салада, басқа бизнесте жүрген адаммын. Қандай бизнес? Фастфудаға келудегі мақсатым жолдасыма көмектесу болған. Менің өзім негізгі бизнесім той салоны, свадебный салон болды. Карантин жағдайына байланысты. Аллаху акбар болды ма той? Иә, карантин жағдайына байланысты. Еще бізде қыста сезон болмайды, мертвый сезон деп айтылады өзімізде. Сол тоқтатылды, одан арғы карантинге жалғанып кетті. Сол кезде уже маған үйде отыру уже невыгодно көрініп кетті өз-өзіме. Үйде отыруға үйренбеген адаммын негізі. Содан ой келді, как-то жолдасыма барып көмектесу. Жолдасымның базарда точкасы бар. Біз Посудада. Базарда кәдімгі? Иә, Байсат барахолкада, Байсат торговый центрда, посудный рядта, посуда точкамыз бар. Так, енді сіз? Сонымен сол жерге көмектесу мақсатында бардым. Қыстың күні болатын, жолдасым маған ұрысты, бұл жер суық, саған болмайды деген сияқты. Менде ой келе бастады, давайте лучше мен инстаграммен жұмыс жасайын деген. Бірақ инстаграмның нелерін білмеймін, лайфхактарын не істеу керек екенін білмеймін. Тупо аламдағыны инстаграмға сурет сала бастаймын. Өзім түсіремін, сотка качественный емес ол кезде, ешқандай качество, ешқандай фон жоқ, тұрған жерінен түсіріп сала бастаймын. Сұраныс жоқ, ешкім сұрамайды. Сонымен бізде карантин басталып кетеді. Ана әңгіме болды ма? Типа күйеуіңіз айттым ғой саған өтпейді деген. Өтпейді деген айтылды. Сен лучше үйде отыра бер, отыр үйде, тыныш қана бала-шаға қарап деген сияқты әңгімелер ол болды. Мен сонда да қайтпадым, жасаймын, мен қолымнан келеді деген стереотиппен жүрдім. Солай жүрген кезде бізде уже карантин басталып кетті. Карантин басталған кезде базар жабылды. Базар жабылды, как штек үйде отырамыз. Сол кезде барып уже үйде отыру, 3 ай үйде отыру ол уже нереальный нәрсе болды. Мен үшін өте қиын кез болды ол кез. Сол кезде барып миым қозғала бастады. Неге мен осыны ертерек жасамадым екен? Уже инстаграмға кіріп, посудный аккаунттарды көре бастадым. Өйткені посудный аккаунттар уже бар адамдар жасап жатты, жұмыс жасап жатты. Мен сізге айтайын ба? Кешіріңіз, сөзіңізді бөліп отырмын. Мен бір танысым бар да, ол немен айналысады? Бижутери емес ше. Ол бар ғой, карантин болды. Енді локдаун болды ғой. Қатты қуанады. Өйткені продажа көтеріледі, бутиктердің бәрі жабылады. Көп адам инстаграмда жоқ. Біліп тұрмын, сондай өзімде де болды. Отырамдағыны посудный инстаграмдарды ақтара бастаймын ғой. Барлығы уже история салып жатыр, жіберіп жатырмыз, товар жіберіп жатырмыз. Менде ішінде уже пайда болады ғой бір көре алмаушылық деп айтасам болады ше, әйелдердің темасы ғой. Енді сөйтіп жолдасым айтамын ғой, міне қарашы, мына жасап жатыр елдер деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде мен сіздің курсыңызды көрдім. Опа, алдымнан шықты. Айына интернет үйде отырып деген сөз маған қатты өтті. Үйде отырып, может инстаграмды дамытып, үйде отырып ақша табармын, базарға шықпай-ақ деген оймен сіздің курсыңызға жазылған болатынмын. Сіздің курсыңыздың сабақтарына өте келе, мен алдыңғы апта барлық тақырыптарды жинап, қорытындап келе, таргетке беру арқылы 3 күннің ішінде 1,5 миллион табыс таптым. 1,5 миллион таптыңыз? 1,5 миллион табыс таптым. Қанша жұмсадыңыз таргетке? $6. Таргетке $6 жұмсадым. Оны басында таргетті дұрыс жіберуді білмегенім үшін, басында самый минимальный ақшамен беріп көрейін деп ойладым. Өйткені бізде Мұхаммед мырзаның кеңесі сол болды маған. Куратор кісі.
кісінің бізге сабақта айтқан лайфхак сол болды. Сіздер кішкентай ақшадан бастаңыздар деді. Менде риск болған жоқ, жай ғана $2 беріп көре салайын, менің ешнәрсем кетпейді деген сияқты жасап көрдім. Мен мынандай нәтиже көремін деп ойлаған жоқпын өзім, есте шыны керек. Жолдасыма да өзімнің бір нәрсе істей алатынымды мен дәлелдедім дәл осы уақытта. Өзіңізге ең бастысы. Өзім дәлелдедім, еще жолдасыма дәлелдедім. Ол кісі менің осындай жеңіске жетіп жатқаныма ол қуанады қазір, поддержка беріп отыр. Енді айтыңызшы, Әлихан, қазір көптеген кісілер сіз сияқты ойлап жүргендер бар. Уже көріп тұр, онлайнда ақша бар екен. Неге сенбейді? Неғып істемейді? Қолымыздан келмейді деп ойласа керек. Ол мүмкін емес деп ойлайды негізі. Көп адамның миында. Иә, ол менің өзімде басында мен үшін үйде отырып ақша табу деген нәрсе мүмкін емес болып көрінетін мен үшін де. Мен өйткені базарда таңнан кешке дейін базарда жүріп үйренген адам болғаннан кейін үйде отырып ақша тауып жатырмын деген адам. Алаяқтар сияқты көрінеді ме? Иә, үйде отырып ақша тауып жатырмын деген өтірік әңгіме сияқты болып көрінетін. Сол сіздің курсыңыздан кейін мен енді түсініп жатырмын, үйде отырып не только 200 мың, миллион, 2 миллион, 10 миллионға дейін табыс табуға болады. Ол өзіңе байланысты екен. Үйде отыру деген сонда қалай түсінесіз? Не үшін сіз үйде отырған маңызды? Енді үйде отыру әйел адамда балалар болады үйде деген сияқты, ата ененің көңіліне қарау керек деген сияқты бар, үйдің жұмыстарын бітіру керек деген сияқты бар. Мен өзім жұмыс жасап жүрген кезде көбінде үлгермейтінмін. Менде уже моральный шаршау болатын. Мен сол моментте ойлайтынмын, үйде отырсам ғой деп андай. Бір момент болды, үйде еш нәрсе істемей, там үйде отырсам ғой деп. Бірақ үйде отырып көрдім, ақша келмесе ол қиын екен еще. Конечно, жоқ. Үйде отырғанда қашан болады? Егер шынымен де бар ғой, еще үйде әйел кісі еще дайын болу керек. Еще енді табысты болу керек. Бірақ бізде табыс жағынан вопрос көп болғаннан кейін андай қанша үлкен философия айтқанмен де ақша жоқ болса қиын ғой. Енді қараңызшы, жаңағы үйде отырып ақша табамын деген кісілерде енді ол вроде бы қиял әңгіме, бірақ сонда қалай үйде отырып ақша табуға болады? Технологиясы емес, модельдер қандай? Мысалы үшін кім болып істеуге болады? Енді үйде отырып ақша табу үшін мысалы біреудің аккаунтын жүргізу ең тиімді вариант деп ойлаймын. Қанша табуға болады примерно 300 мыңнан 500 мыңға дейін уже маған ұсыныстар түсіп жатыр. Өзімнің инстаграмымды жүргізу арқылы менің көршім пастель сатады. Сол кісі айтады, сен мен күнде жүргізіп берші. Мен 2 күндік жіберіп жатқан товарыма қарап, мен айттым, бұны инстаграм арқылы таптым. Өйткені базарда адам жоқ. Базар тишина болып тұрған кезде мен ғана товар жіберіп жатырмын ана жерде. Бәрі келіп менен сұрайды, сіз не қалай жіберіп жатсыз деген сияқты. Хит болып тұрмын базарда. Сонан сол кісі айтады, маған өтініш қылады. То есть инстаграм жүргізу арқылы? Біреудің, иә. Екінші, егер қолыңнан бір зат келетін болса, мысалы футблогер, тамақ жасай алсаң, бір бірдеңе пісіре алсаң, сол арқылы да ақша табуға болады деп ойлаймын. Аудитория жинақ. Тегіс жазып берсе болады? Тегіс жазып берсе болады, иә. Одан дизайнер? Иә, ол бар, еще таргет жіберуге болады. Адамдар арқылы, сайт арқылы, иә, таргет жіберуге болады. Еще мобильный графия, иә? То есть, по сути, егерде, енді бір маған көп сұрақ қояды да, хорошо, үйреніп алдым, ауылда тұрам, интернетім бар. Мен ауылда қай жерде қолданамын деп айтады да, оны қалай не істеуге болады деп ойлайсыз? Қалауын тапсаң қажанат деген ғой. Идея ауылда да туындайды негізі. Ауылда да идея көп. Жоқ, сен еще ауылда отырып, қаланың аккаунтын жүргізуге шықпай демейді ғой, иә? Иә, айтып ғой, қалауын тапсаң қажанат, любой нәрсені ауылда да отырып істей беруге болады. Бір аптада 1,5 миллион теңге сауда. Енді халық табысының әркім өз берекетін біледі. Сондықтан да ойлаймын, керемет кейс. 1,5 миллион теңге. Үйде отырады аналар. Егер қазір сомнение етіп отырсаңыз, төмендегі тесттен өтуді ұмытып кетпеңіз. Менің осы дәрежедегі жеткен ең бірінші көмекші құралым бұл біздегі копирайтинг аптасындағы оффер болды. Мен бір ғана оффердің арқасында 3 күннің ішінде 1,5 миллион табыс тауып отырмын. Одан кейінгі көмектескен құралдар уже сайт жасау аптасы болды. Одан кейін бізде баннер жасау аптасы болды. Одан кейін мысалы арғай кете бер таргет болды деген сияқты. Одан кейінгі көмектескен құралымыз менде баннер жасау. Екінші очередте мен баннер жасадым. Үшінші таргетке бердім. Таргетке беру арқылы бір 3 күннің ішінде 1,5 миллион табыс тауып отырмын. Бұл жерде болған ең көп маған пайда әкелген жол ол сториз арқылы сату болды. Бірінші сторизда клиенттерді қыздырып, аудиторияны қыздырып алып, сторизда ұсыныс жасау арқылы саттым. Ең бірінші күнгі табысым 500 мың теңге ол сториз арқылы болды. Одан кейін сол мәселені қайтадан көтеріп, мен сол тема адамдарға өтіп тұрған түсіндім. Бізде қазір мен сатып жатқан товар ол фужер болды. Қазір хит болып тұрған товар, хит фужер деп өзім хит қылып алдым оны. Осы уақытқа дейін ешкім оны конкуренттерді зерттей келе байқадым, ешкім оны олай жасамаған екен, олай жазбаған екен. Сол арқылы екінші күні уже сол теманы баннер жасап, офферлерін бәрін жазып, лентаға шығардым инстаграмда. Лентаға шығару арқылы уже қалған ақшаны таба алдым.
таргетке беріп, қалған ақшаны таба алдым. Таргетке мен $6 ғана берген болатынмын. Ол мендегі ең үлкен минус болды. Сосын менде бірінші бергенде таргетке қорқыныш болды. Қорқынышты болған себебі мен көп упаковка, мысалы, бір коробка 8 упаковка деп жазсам, адамдар алмай қалады деп ойладым. Содан кейін алдымдаған 4 упаковкадан жоғары аласыздар деп айттым. Осы жердегі ең үлкен қателігім осы болды. Осы арқылы менің жұмысым көбейіп кетті. Миым ашып кетті. Сол жазған бір ғана сөзімнен мен өзімнің миым ашып кетті. Мен енді түсіндім, чтобы енді маған 4 упаковка берген не выгодно екен, оны да түсіндім. Енді мен келесі таргетті уже олай бермеймін. Тек қана 4 упаковкадан емес, 8 упаковкадан жоғары деп уже басқа ұсыныстар айта бастаймын. Егер бизнеске ақша керек болатын болса, онда бір зат сатшы. Зат сат, қызмет сат, қарапайым, глобальный идеясы жоқ қана. Үлкен глобальный идеяңыз болуы мүмкін. Қарапайым, білмеймін, Қытайдан товар әкеліп сатыңыз, болмаса бір зат өндіріп сатыңыз деген сияқты. Осы сатқан кезде тақпан ақшаңыз арқылы жайлап бизнесіңіз бастай бересіз. Бір мысал үшін айталық, сізге 10 миллион теңге керек болса, өзіңіз 2 миллион теңге қоссаңыз, любой инвестор келіседі сізбен, өзі де риск жасап жатыр ғой деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл сату қабілетіңізді күшейтсеңіз, онда инвесторлар очередьте тұрады. Банальный әңгіме, білемін да, елдің бәрі айтқан, бізде миллионерді айттық. Бірақ анау, қазір, например, айтсаңызда, атың кім деп сұрасаңыз, мен айтам, атым Қуаныш. Бұны бір рет айтсаңыз да, 2 рет сұрасаңыз да, хоть миллионер сұрасаңыз да, мен айтам, мен атым Қуаныш. Ол сұраққа жауап өзгермейді. Сол сияқты инвестицияны қалай тартамын деген сұраққа да жауабы өзгермейді да. Инвестор саған ақша берген кезде, ол ақшасын көбейткісі келеді. Сен ақшасын көбейтіп беретін болсаң, инвестор саған келіседі, көбейткен жолыңды көрсет. Міне айтсаң болады. Міне қазір мен бір товар алып келдім, 10 штук, оны сатып жібердім. Оны 20-ға алып келдім, оны саттым, 40-ға келіп саттым, 100 болды сатты. Енді маған 1000 алу керек, оған ақша жетпей тұр. 1000 алсам арзан болады, маған ақша берсеңіз сатып беремін. Окей, оған инвестор келіседі. Бірақ аға, мен бір идеям бар еді, кафе ашқым келіп жатыр еді, міне запуск еткім келіп жатыр еді, соған маған ақша бересіз ба десем. Сомнение ғой, өз-өзің бермейсің ғой. Әке-шешең бермеген кезде қалай болады? Бірақ енді Америкадан жақсы бір несі бар. Ақша үш источниктен келеді дейді да. Бірінші источник бұл, бірінші жаңағы ақшаның көзі бұл отбасы, family дейді. Екіншісі бұл, қателеспесем, friends, достар. Үшіншісі бұл fools дейді, ақымақтар дейді, бұл прикол ғой. То есть отбасың және достарың ақша бермесе, тек қана ақымақ адам ақша береді деген сөз ғой енді. Бұл Кавасакидің әңгімесі. Сондықтан да инвестиция қайдан табуға болады, ақша қайдан табуға болады деген вроде бы глобальный сұрақ. Бір бизнес план жасау керек, там бір барып грант ұтып алу керек деген бір сондай бір идея апарады да. На самом деле ол қате пікір. Сондықтан да қазір сауда жасауды үйреніңізші, сатуды үйреніңіз. Ал қазір ең сатудың оңай жолы, әрдайым айтамыз ғой, бұл интернет-маркетинг. Интернет-маркетингті үйренсеңіз, сізге товар сатып ақша таба аласыз, немесе қызмет сатып. Үшіншісі, бір кәсіпкердің қасында болып, доляда болып, екеуіңіз бірге партнердап бизнес жасасаңыз болады. Солай, как бы. Енді шөліп тұрған адамға не істесем болады десе, айтасың ғой, мен суш дейсің ғой. Сол сияқты өткендегі айтқан квизді жаңағы, наоборот. Өткенде біз жаңағы алдыңғы блогта біз тест бергенбіз. Тестті өтсең, саған 350 мың теңге грант береміз деп, сол тесттен өтіп 36 адам грант ұтып алыпты 350 мың теңге. Егер сіз ұтып алғыңыз келетін болса, онда төмендегі сілтеме арқылы тесттен өтіңіз. Жақсы жауаптар болатын болса, сұрақтарға жақсы жауап беретін болсаңыз, онда спокойно сізде 350 мың теңгелік грант ұтып алсаңыз болады. Заодно білім аласыз, заодно сатуды үйренесіз, иншалла ары қарай инвестиция тарту жолына кіресіз. Қазір мен Азамат деген күйеу балам бар. Сол бір сайт жасап, интернет-маркетинг оқып отыр, сайт жасады, үйтті. Уже қасына бір бала келіпті, бір жігіт досы. Сен сайт жасай аласың, давай мен ақша салайын, бір бизнес бастайық депші. То есть, түсінесіз бе, банально. Мысал үшін қазір сен қарашы, бір жігіттерге мысал болсын, сен жүріп жүрген қызыңа барғың келеді. Енді оған бір жақсы впечатление бергің келеді. Ниетің сондай. Бір досың бар. Біреуінде машина жоқ, біреуінде машинасы ескі,
біреудің машинасы Lexus, Toyota Camry 70. Қайсысына барып сұрайсың? Camry'дан барып сұрайсың ғой. Неге? Өйткені анау Camry'дағы адам, Camry машинасы сенің мақсатыңа апарады. Жақын нәрсеге біз жақсы нәрсеге біз құмартып тұрамыз ғой. Сол сияқты егер сата алатын болсаң, ақша таба алатын болсаң, онда инвесторлар өздері келеді. То есть енді ұзақ болып кетті, біліп тұрмын. Қорытындылайтын болсақ, сіз инвесторға ақша жасайтыныңызды дәлелдесеңіз, инвестор өзі келеді. Қалай дәлелдейсің? Өзінің жасаған ескі опыттарыңмен. Неше жерде абырой деген нәрсе бар. Ана бір ақтап кеткен болсаң, ол сұрайды ғой бәрі. Сондықтан да андай бір философиялық әңгімеге жақын болып кетеді, бірақ конкретно не сатуды үйреніңіз болды. Қазір сату ең оңай жолы бұл интернетте. Енді бір әңгімені айта бересің, енді ана өзі. Мысалы үшін, қазір мынау не десем айтамын, бұл мынау ағаш. Бұны бір рет сұраса ағаш деп айтамын, екі рет сұраса ағаш деймін, миллион рет сұраса да ағаш деп айтамын да. Неге? Өйткені ол ағаш, рас нәрсе да. Сол сияқты ғой жаңағыдай. Өмірде не маңызды деп сұраса, кәсіп жолындағы мен айтамын, всегда айтамын, сатуды үйрен. Сатуды үйрену үшін обязательно барып біреумен телефонмен сөйлесу ол шарт емес. Егер саған интернеттен клиент жинай алатын болсаң, сататын товар келеді. Өткенде тағы да бір жігіт, біз Мейірбек мырзаның қасында жүрген бала, тоже мебель шығарамын деп жүрген ғой. Сөйтіп салған, таретке жіберген, заказ көп болып кеткен, өзі үлгермеген, кейін басқа біреуге заказ берген. Қазір оны мебель шығарды қойып, тек қана сатылады. Өйткені мебель шығарған адамдар көп, бірақ оны упаковать етіп сатылатын адам аз да. Банальный бәрі. Конечно, бұған барады. Қазір мысалы бұл жігіт, анда бір жігіт болған, Атырау қаласынан 40 миллион теңгеге цех ашады. Қараш, 40 миллион теңгеге цех ашады, мебель шығаратын. Қазіргі моделін қанша табасыз деп 800 теңге табады екен айына. 40 миллиондан цех саған и 800 теңге тақпан. То есть окупаемость примерно почти 4 жыл. Может даже 5 жыл почти. 5 жыл. Онан 5 жыл. Енді не болады? Сен лучше 800 теңге. Сен 40 миллионды салмай-ақ өндіріске. Сен өзінің обучениеңе может 400 мың, может жарайды, сен енді 40 миллион бар адамсың ғой. Может бір 2 миллион теңге өзінің обучениеңе салсаң, сен тоже 3 миллион 4 миллион табасың айына. Парадокс, 40 миллион теңге өндіріске салғаннан гөрі, лучше өзінің сату қабілетіңе салсаң, ол постоянно окупать етеді. Постоянно. Сол үшін ғой мен қазір нерде сату деген обязательно ең басты қабілет маркетинг, екінші нәрсе бұл уже адамдармен жұмыс істей алу керек, жоспарлау алу керек деген сияқты. Сату тек қана барып интернет-маркетинг емес, бірақ интернет-маркетинг основасы деп ойлаймын. Міне қазір менде инвестиция деп отыр ғой, ең мықты инвестиция бұл қаяқта, бұл өзіңе. Маған да кішкене намысыма тиеді әрине, добалдай жасыма келіп бір жас бала қазір маған үйретеді планирование, трекинг деген нәрселерді. Мен де енді жартысын білемін, жартысын білмеймін. Бірақ ойлаймын, ең мықты инвестиция бұл ақыры айтып жатсақ, бұл білімге салған инвестиция. Сондықтан да мүмкіндік болса, ренжімеңіздер, жігіт осы жерде съемканы тоқтатайық та, мен сабағымды бастайын, уже 1 минуттан кейін сабағым басталады. Привлекать клиентов, а сотрудники могли выполнять свои функции, компания должна нести затраты. Сейчас, Альберт, секундочку, дайте секундочку. В общем, қазір мен сабақ оқып жатырмын. Бұл бізде цельді қою керек, қалай мақсат қою керек деген тақырып. Бұл бірақ компанияға байланысты. Негізі әрине өзім білетін тақырыптар, бірақ мақсат мынау. Әлем өзгеріп жатыр. Мен қазір мына жаққа керемет андай бір Англиядан бір сыйлық келді маған. Мынау тазы деген бұл бізде өмір түркі болса тазы болып шал деген сөзді кейде біз қулық, айлакерлік деген сияқты болып кетеді ғой. Типа бәрі коррупция болса, бізде бір коррупция болу керек деген сияқты олай емес деп ойлаймын. Менің түсінігім мынау. Әлемде болып жатқан жаңа трендтердің бәрін игеру керек. Мен солай түсінемін да бұл мақаланы. Сондықтан да мына қазір қарап отырсам, өзімнің басымдағы баяғыда оқыған кітаптарым, мына кітаптардың бәрін оқып алып, осы кітаптардың бәріне берілген тапсырмадан бөлек мына жерде енді жаңа методологиялар беріп жатырмыз. Сосын смарт емес, смарттар деп айтамыз. Смарт деген білеміз, қазір смарттар деген сияқты. И бұлардың бәрі маған қатты ұнап жатыр. Және интернет-маркетинг саласы солай. Мысалы үшін интернет-маркетологтың показательдер қалай болу керек, оны біз қалай аламыз, қалай тапсырмаларын береміз, қалай өлшейміз деген сияқты. Сондықтан да әрдайым біз оны айтып жүрміз енді. Мен просто маңызды деп ойлаймын да шынымен де. Кетпесе қартайған сияқты болып қаласың, туған күніңді кеше ғана өткен күнің. Сондықтан да маңызды нәрсе мен үшін маңызды нәрсе болғаннан кейін сіздермен бір бөлісіп қояйын дедім. Интернет-маркетологқа байланысты егер сіз кәсіпкер болсаңыз, мен ойлаймын қазір интернет-маркетинг осы бір заманның
түркі болған кезде онлайн клиенттің бәрі. Ал оны таза болып шалу, ол интернет маркетингті меңгеріп, бизнеске клиентті интернеттен алып келуді үйрену. Мен ойымда. Жалпы енді бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, негізі бизнес бастау үшін екі нәрсе керек қой. Бірінші компонент бұл енді немен айналысам деген идея, екіншісі және оған ақша қайдан аламыз деп. Енді жаңағыдай бір философический бір жауап көп адам күткен шығар. Кітаптағыдай, типа жаңа айттым ғой, бизнес-план керек, болмаса бір жаңағы білмеймін, бір питчинг, білмеймін, модный сөздер қой, сонда бір күткен шығар. Бірақ мен тәжірибелі адам ретінде, осы екеуінен де өткен адам ретінде, осындай бір практикалық жауап берді деп ойлаймын. Өйткені кітаптағы бар нәрсе кітапта бар, ол проблема жоқ, бірақ осы өмірден алынған, осы өмірде шынымен жұмыс істейтін методикалармен бөліскім келді. Айтпаса, конечно, жаңа презентация техникасы бар, там сөйлеу, басқа да нәрселердің бәрі енді по умолчанию бар деп ойлаймын. Осыларды проблема қайда туындайды? Университетте оқып, бизнес мектептерде оқып, магистратурасы шетелде оқып адамдардың бизнес бастай алмай жатқанын көресің де жүрегің ауырады. Неге? Осындай қарапайым майндсет дейді ғой, қарапайым ойлау жүйелерінен ақаулықтар болған кезде осындай қиындық туындап жатқанын көрдік. Сондықтан бүгінгі жауабымыз қанағаттандырады деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі бекер емес блогтың екінші түсірілімі осымен тамам. Осы жерден көрген болсаңыз, как всегда, красавчиксіз. Төмендегі подпискамен лайкты басуды ұмытып кетпеңіз. Және комментарияға сіздер сұрақ қойсаңыз, әдемі сұрақтар болса, келесі блогтарда сол сұраққа біз жауап беретін боламыз. Одан бөлек бағанағы біз айтқан ссылкаға өтіп, өзіңіздің интернет маркетингке байланысты қабілетіңізді тағы да бір тексеріп көрсеңіз болады. Сізден бірге болған Қуаныш Шоңбай, бұл бекер емес влог 2, Алла қаласа 3-ші влогта сізді күтетін боламын. Колокольчикті бастаңыз, ең бірінші болып сіз көресіз.